Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгіннен бастап балалар мен сендерді байбұта қошым ноғайдан осы әліпбек оқулығы бойынша әріптерді қалай дұрыс қосып оқуға болады және қалай жылдам оқуға болады, сауатты қатесіз қалай жазуға болатынын үйрететін боламын. Ол үшін әрине менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоятын болсаңыз, менің жүктеген сабақтарымды оп-оңай көре аласыздар. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз сендерменен бірінші А дыбысынан бастап өтеміз. Дыбыстарды өтпес бұрын балалар, мен сендерге дыбыс пен әріптің айырмашылығын бір рет үйретіп өтейін, не балалар? Мысалы, қазір А әрпін көріп тұрсыңдар ғой, демек бұл әріп деп айтамыз. Неге? Өйткені біз бұны көріп тұрмыз және жаза аламыз. Демек, әріпті көреміз және жазамыз. Және бұл А дыбысы. Мысалы, мен А десем, сендер көріп тұрған жоқсыңдар ғой, бірақ естіп тұрсыңдар. Және А деп айта аласыңдар. Демек, дыбысты біз естиміз және айтамыз. Түсінікті ғой, балалар? Әріпті көреміз, жазамыз, ал дыбысты біз айтамыз және естиді екенбіз. Сол себептен, балалар, дыбыс пен әріптің айырмашылығын бірінші күннен бастап оқып алғандарың жақсы. Жарай ма? Ендеше ары қарап жалғастырамыз. Мысалы, мына жерде берілген суреттерді қазір айтып шығамыз және ол сөздер қандай дыбыстан басталғанын біз сендермен бірге орындайтын боламыз. Жарай ма? Ай қандай әріптен басталып тұр? Қандай дыбыстан? Бірінші қандай дыбыс естіп тұрмыз? А дыбысы. Жарайсыңдар. Асық, алма, алмұрт. Қандай дыбыс естіп тұрмыз? Бірінші А дыбысын. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Өте жақсы. Аққу, аю дегенде де бірінші біз А дыбысын естиді екенбіз. Жаңағы айтып өткенде біз дыбыстарды естиміз және тек айта алады екенбіз. Енді әріптерді оқимыз. Мына жерде үлкен А әріптері берілген. Мына жерде кіші А әріптері. Үлкен, кіші болып барлығын реттілігіменен қазір жазып қойған. Неге осынша аны жазып қойған? Демек, бізге осының барлығын оқуымыз керек. Сол кезде біздің есімізде жақсы сақталады екен, балалар. Енді мен оқимын, сендер менен ілесіп соңынан айтып отырыңдар. Жарайды ма, балалар? А. Енді кішкентай әріптерді оқимыз. Кішкентай әрпі А әріптерін. Енді өздерің оқисыңдар, мен көрсетіп отырам. Жарай ма, балалар? Сендер де мені көрсеткен әріптерді оқып жатыр деп ойлаймын, балалар. Сол кезде қана, егер де мен айтқанымды істеп, дұрыс оқып, менімен бірге қайталап жүретін болсаңдар, балалар, біз тез үйренеді екенбіз. Енді өтетін әрпіміз, балалар, Р әрпі. Р дыбысы, балалар, дауыссыз дыбыс болып есептелінеді. Неге? Өйткені бұл Р деп біз қатты соза алмаймыз ғой. Егер де Р деп созатын болсақ, біздің тамағымызда кедергі пайда болады. Сол себептен Р дыбысы дауыссыз дыбыс екен. Енді осы бетте берілген суреттерді қандай дыбыстардан басталып тұрғанын анықтап көрейік. Бірінші сурет Раушангүл. Раушангүл демек Р дыбысынан басталып тұр және рөл. Ол да Р дыбысынан басталып тұр екен. Енді келесі суреттеріміз робот. Р дыбысынан басталып тұр. Робот деген сөз Р дыбысынан басталып тұр. Енді мына суретке қараңдар, балалар. Метро. Метро Р дыбысынан басталып тұрған жоқ, балалар, байқадыңдар ма? Есесіне метро деген сөздің ортасында Р дыбысы кездеседі екен. Одан шығатын қорытынды Р дыбысы сөздің басында және ортасында да кездеседі. Сөздің соңында да кездеседі. Сабақ барысында олардың барлығын мен сендерге үйрететін боламын, балалар. Енді бұл жерде берілген, байқап тұрсаңыздар, үлкен Р дыбысы, кішкентай Р дыбысы жазылуы бірдей екен, балалар. Әрине бұл бізге баспа тұр, яғни кітапта осылай жазады, біз жазбашасын басқалай жазады екенбіз. Енді Р. Енді өздерің оқыңдар, балалар. Р деп мен ілесіп отырып оқып, одан кейін өздерің қайталап оқып дағдыланыңдар. Жарай ма, балалар? Р. Енді көрсетіп отырып, өздерің оқыңдар, балалар.
әрине мен көрсеткен әріптерді сендер оқыды деп ойлаймын балалар. Біз мұғалімнің айтқан істеген кезде ғана оқушы тез түсінетін болады. Және жылдам оқуымызға біз бүгіннен бастап дағдылануымыз керек. Жарай ма балалар? Енді А әрпінің қалай жазамыз, соны көрсететін болам. Мұқият қарап отырыңдар, балалар. Бірінші ақырын жазып үйреніңдер. Әдем жазып үйреніп болғаннан кейін ғана жылдамдықты қосамыз. Қалай жазым? Сызықтан басталып, кейін сызықтан келген уақытта былай қайырып жазады екенбіз. Кішкене мына жолдың қиғаш жолы сияқты біз әріптерімізде кішкене қиғаш етіп жазуымыз керек. Жарай ма балалар? А дыбысында былай жасап, кейін таяқшасын қойға болады, немесе былай жазып өзімізге ыңғайлы қылып жазуымыз керек. Бізге ең бастысы жазуымыз әдем болу керек. Бірақ сызықты толтырып жазамыз. Жарай ма балалар? Одан кейін бір келгі қиғаш етіп жазамыз. Яғни А дыбысын бізде баспаша А дыбысы кітапта былай жазса, біз оны дәптерге былай жазады екенбіз, балалар. А дыбысы. Енді Р дыбысын жазып көрсетем. Ақырын жазып, бірінші қалай жазу керек екенін үйреніп алайық, балалар. Одан кейін барып жылдамдығымызды арттыра береді екенбіз. Енді кішкентай Р әрпін жазамыз. Сызыққа толтырып жазамыз, балалар. Одан кейін кішкене өзінің қиғаш жолы сияқты кішкене әріптерімізде қиялатып жазады екенбіз. Енді балалар тапсырма. Осы А және Р дыбысын бүгін өткеніміз бойынша жолдың соңына дейін толтырып жазыңдар. Және тағы бір айтатын жағдай, бұл бізде мен айтқан тапсырмаларды жазасыңдар, және бұл жерде мен мысалы айталық кітаптардан көшіріп жазуға, яғни көшіріп диктантын сондай тапсырма берем. Сендер осы дәптерлеріне сол көшіріп диктантын және мен көрсеткен қалай жазу керек соларды жазасыңдар. Сол себептен бізге диктантқа бөлек дәптер арнайсыңдар. Өйткені біз осы 3 дыбыс, 4 дыбысты жаттап болғаннан кейін 4 әріптерді шамамен содан кейін біз диктант жазуды бастаймыз. Сол себептен бізге басқа диктант дәптер керек болады. Әрине мен сендердің жұмыстарыңды көрмеймін. Ол деген сөз сендер өздерің үшін өз беттеріңше жұмыс жасап үйренесіңдер. Ең бастысы сендерде үйренсем деген ынта болса болды, балалар. Егер де ынта болатын болса, кез келген қазір барлық жерде YouTube каналдарда сабақтар өте көп. Өте көп. Қалаған мұғалімнен қалаған сабағыңды ала аласың. Ең бастысы сенде оқуға деген ниет болса болды, балалар. Енді мен қазір айтып жатырғаным осыны дәл осылай жазып, соңына дейін жазып, толтырып, кейін тағы бір дәптерді арнап қойыңдар келесі сабағымызға дейін. Бүгінгі сабағымыз осы, балалар. Бүгін кішкене азырақ өттік, ал келесі сабақ кішкене бұдан ұзақтау болады. Балалар, сабақтарды өтеміз. Олардың байланысы, екі әріптердің қалай бір-бірімен байланыс, қалай дұрыс жазуға болады байланыстырып, соларды үйрететін болам. Қалай жатқа жазу керек, соларды үйрететін болам ақырындап. Ал одан кейін кішкене оқып, диктантқа жазып, үйренгеннен кейін, одан кейін ақырында математиканы үйрететін болам. Дәл осындай тәсілменен. Жарай ма, балалар? Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын, балалар. Сендерге керек кезде қалаған уақыттарында видеоны тоқтатып, болмаса паузаға қойып, видеоны қайтадан тыңдап, болмаса қалай жазылып жатыр, соны қайтадан көріп алуларыңа болады. Болмаса мен әріптерді қалай оқыдым, соны қайтадан көріп алуларыңа болады. Ең бастысы жаңағы айтқанымдай каналға жазылып алуларың керек, және қоңырау шағын бассаңдар, сендерге сабағымыз шыққан жайлы сендерге мәлімет келіп тұратын болады. Жарай ма, балалар? Сендерге қайырлы білім болсын, балалар. Сау болыңдар.